Атырауда инфекция жұқтырған сәбилердің саны артуда. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасына тек соңғы бір тәулік ішінде 67 бала түскен. Қазір ашылғанына бір ай ғана болған бұл ауруханада 200-ге жуық сәби ем алып жатыр. Олардың басым көпшілігі жедел респираторлы вирустық инфекциясын жұқтырған. Науқастарға 170 маман дәрігерлік көмек көрсетуде. Бүгін медициналық мекемеге бас сұққан халық қалаулылары ауруханаға түскен сәбилердің ата-аналарымен тілдесіп, ақ халаттылардың жұмысына оң бағасын берді. Инфекциялық аурулар ауруханасы бұл да жоғарғы деңгейде өзі біз айтамыз ғой стандарт бойынша соғылған. Әсіресе бір қуантары мұны 100 орындық боксированный палата дейміз. Ол мысалға көрінген жерде ондай больницалар жоқ. Себебі бір атала ауру коридорда басқалармен қарым-қатынас жасамайды. Сырттан келіп, сырттан шығып, сондай жағдайлар жасалған ауруларға. Онан соң мәжіліс депутаттары Атыраудағы бір реттік шприцтер шығаратын бренді зауытына табан тіреді. Зауыттың ашылғанына биыл 7 жыл. Айта кетейік, бұл мекеме облыстағы барлық денсаулық сақтау нысандарын өз өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр. Тіпті отандық өнімді шетелге де экспорттаған. Алайда биыл сұраныстың аздығынан зауыт басшылығы жұмысшыларды қысқартумен қатар өнім көлемін де азайтуға мәжбүр болған. До сегодняшнего дня мы производили в год ориентировочно. Өнімге сұраныс азайды. Өткен жылы 100-120 миллион шприц шығарсақ, биыл тек 60-70 миллион шприц шығарамыз деп жоспарлап отырмыз.